Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз тортқа арналған бисквитті жасайтын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, іші өте керемет, жаңағы баристі өте жұмсақ болып шығады. Ол үшін бізге 4 табаға 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Ешқандай несі қалмау керек. Сосын барып 200 грамм шекерімізді салып, өте аз скоростьте, яғни өте жоғары болмау керек, өте аз скоростьте аппақ күйіне дейін ұзақ миксерлеулеріңіз керек. Именно осы ұзақ миксерлеген кезде сіздердің бисквиттеріңіз көтеріліп шығады. Келесі кезекте крахмал, 50 грамм крахмал, 150 грамм ұнымызды салып, барлығын бірге жақсылап араластырып шығамыз. Ешқандай металлический қасықты қолданбай, тек қана осыны силиконовый лопатканың көмегімен араластырып шығатын боламыз. Бисквит өте капризный рецепт болғандықтан біз оны тез істеп тастап духовкаға жіберуіміз керек. Ол үшін бізге жаңағы кольцомыз алып, оның сыртын фольгамен жақсылап етіп қаптап шығатын боламыз, чтобы еш жері ашық қалмауы керек. Соның ішіне жаңағы дайын болған массамызды саламыз. Духовкамыз алдын ала қызыртып қойып, 180-200 градуста бетін мүлде ашпай 30-40 минутта пісіретін боламыз. Ал оның піскен-піспегенін шпачкамен немесе зубочисткамен тексеріңіз. Духовкадан бірден шығара салмай, 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қоямыз, сонда ғана астындағы фольгасын шешетін боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, фольга тез және оп-оңай шешіле қалды. Ал оның шешетін босату үшін пышақпен ақырын ғана кесіп шығатын боламыз. Міне осымен біздің бисквитіміз дайын. Ал оның көп крошкасы шықпасы үшін бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Сонда оның аз крошкасы шығатын болады. Мінде сонда ғана біздің бисквитіміз тортқа дайын десе де болады. Міндетті түрде торт жасамас бұрын пропитка жасауды ұмытпаңыздар. Егер сізге осы рецепт ұнаған болса, менің каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Себебі менің каналымда өте көптеген пайдалы рецепттер бар.